Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен қазір бизнес арнасы. Бүгін сіздерге сәл необычный проект туралы көрсететін боламын. Ол жерде сіздер салымсыз да ақша таба аласыздар. Достар, проект Live деп аталады. Бұл жерде сіздер ең алдымен регистрация батырмаларын өтулеріңіз керек. Мына жерге Қазақстан деген батырманы жазып, батырманы басасыздар. Мына жерде пароль создавать етесіздер, жазып, одан кейін мына жерде менің өзімнің реф кодым тұрады. Содан кейін регистр деген батырманы басасыздар. Ал мен өзімнің личный кабинетіме кіретін боламын. Достар, проекттің өзі негізі велосипед тебу арқылы, яғни ақша табу болып табылады. Қарайтын болсаңыздар, сіздерге жай тіркелгенге 20 қырғызский сом, яғни осы өздеріңіздің аккаунттарыңызға түсіріп береді. Одан кейін күнделікті кіріп отқанға жай 15 қырғызский сом береді. Бұл өте күшті деп ойлаймын, және бұл жерде салыммен де ақша табуларыңызға болады. Бұл жерде 10 миллиард субсидия план бөлген болатын, яғни өзінің продуктына. Қарайтын болсаңыздар, менде уже 81 қырғызский сом жиналып қалған. Бұл қырғызский сомды қазір шығарып көрсететін боламыз. Сонымен қатар қырғызский сомды қазір есептеп көрейік. Қарайтын болсақ, менде 80 қырғызский сом бар. Уже менде 500 теңге, яғни салымсыз ақша тапқан болатын. Бұл жерде сонымен қатар мен VIP бір батырмасын алған болатын, көріп отқандарыңыздай. Және де күнделікті 15 қырғызский сомды біз қалай аламыз? Мына жерде Enter деген батырма бар. Осы Enter деген батырма арқылы басып, міне 15 қырғызский сомды біз ала алады екенбіз. Бұл жерде глобусты батырманы бассақ, португальский, немесе қырғызский, немесе английский тілге ауыстыруларыңызға болады. Міне достар, сет ашпай жатқаннан кейін мен өзім осы паузаға қойып көрсететін боламын. Китайский, қырғызский, енді португальский және английский тілдері бар. Достар, енді айтып отқандай продукто деген батырманы басатын болсақ, міне мен бұл жерде темп деген батырманы, яғни сатып алған болатынмын 600 қырғызский сом. Ол где-то 4000 теңгеге жуық болады. Бұл жерде бұны сатып алғаннан кейін 100 күндік, яғни сбор жиналады. 100 күнде сіз өзіңіздің 650 қырғызский сомыңызды ақтап қоясыз. Қарайтын болсақ, где-то бір айдың көлемі ішінде біз осы сумманы ақтап аламыз. Бұл долгосрочный перспективада жақсы жұмыс жасайды деп үміттенемін. Себебі қарайтын болсақ, күнделікті беретін қырғызский сомы сәл азырақ болып келеді басқа проекттерге қарағанда. Және де бұл жерде 1500 қырғызский соммен де толтыруларыңызға болады. Пагинациал деген батырманы бассақ, бұл жерде толтырыш деген батырманы басамыз, яғни толтыру деген. Қарап отырсаңыздар, минимальный депозит 650 болып келген. 650 деген батырманы басамыз. Бұл жерде Bank Pay 2 немесе Tron USDT-ден салсақ болады. Бұл жерде бізге удобный Tron USDT. Копия деген батырманы басып, осы Tron USDT кошелегін Binance-тан, Bybit-тан скопировать етіп, минимальный $1 немесе жаңағыдайғы нені примерно приблизительно мына жерге салып толтырсаңыздар болады. Міне доллар деген батырманы басып жіберейік, $100 США деген. Мына жерге жаңағыдайғы 650 деген батырма басамыз. Қарайтын болсаңыздар, $7-6 салып, сіздер мен секілді VIP бір батырмасын ала аласыздар. Менде уже $81 қалтада тұр. Қарайтын болсаңыздар, уже жаңағыдай 15 не күнделікті береді қырғызский сом, және 20 қырғызский сом тіркелгеніңізге береді. Сөйтіп ақша жинала береді. Бұлардың өзіндегі официальный сайттары, YouTube сайт официалы және Telegram, Facebook-тары бар екен. Енді бұл жерде сатып алу қалай болады? Сіз жаңағыдайғы батырманы 650 толтырғаннан кейін бұл жерде компrar деген батырманы басып жібере саласыздар. Одан кейін міне компrar деген батырманы тағы басасыздар. Кейін сіздерде os meus produtos 1 деген батырма шығады. Менде күнделікті уже 61 қырғыз сүйеме болады. Себебі жаңағыдай 15 пен күнделікті алғанда осы сума шығады. Енді біз бұл ақшаны қалай шығарамыз? Archive Olish деген батырманы басамыз. Kenkilar деген батырманы басып жібереміз. Бұл жерде қырғызский өзіндік валютаға, яғни лақтыруымызға болады, және де USDT-ға лақтырсақ болады. Tron немесе Ethereum-ға. Және де бұл уақытта қарайтын болсаңыздар, 10-нан түнгі 10-ға дейін салынады екен. Және де 48 бен 24 сағат аралығында
минимальный бұл жерде 15 қырғызский сомнан және де сервиске 12% алынады екен деп жазылған. Қазір мен сонда шығара алмаймын. Келесі видеороликтерімде сіздерге шығарып көрсететін боламын.